Ұйқы біздің дене жүйелеріміздің ең маңызды функцияларының бірі, және ең ескерілмейтіндерінің бірі. Бәрімізде денсаулықты өмір салтын ұстану үшін жақсы ұйықтауымыз керек екенін білеміз. Алайда көпшілігіміз ұйқыны елемейміз. Біз уақытында ұйықтамаймыз. Біз кеш жатып ұйықтаймыз. Біз ерте тұрамыз. Біз ұйқы кезінде бірнеше телефон қоңырауларымен мазаланамыз. Ақырында ұзақ уақыт бойы біз ұйқының жетіспеушілігі деп аталатын жағдайға тап боламыз. Бұл біздің денсаулығымызға қатты әсер етеді. Және ақырында отбасымызда кездесетін созылмалы ауруларға әкеледі. Бірақ нашар ұйқы сапамыздың салдарынан олар бізге өміріміздің ерте кезеңінде әсер ете бастайды. Ұйқы туралы айтқанда біз ұйқыны екі түрге бөлеміз. REM емес ұйқы және REM ұйқы, яғни REM немесе NREM. Жылдам көз қозғалысы ұйқысында сіздің денеңіз толықтай босаңсыған болады. Алайда сіздің көз алмаларыңыз қозғалады. Егер біреу сізді REM ұйқысында бақыласа, олар сіздің көз алмаларыңыздың қабақтың ішінде үздіксіз қозғалып жатқанын көреді. Сіздің қабақтарыңыз жабық, бірақ көз алмаларыңыз қозғалып жатыр. REM емес ұйқы релаксация үшін маңызды. REM ұйқысы когнитивті жақсарту, жадыңызды, интеллектіңізді жақсарту үшін өте маңызды. Сондықтан егер сізде жақсы сапалы ұйқы болмаса, REM емес және REM ұйқысы, сіз ақырында тек өмір сапасының төмендеуіне ғана емес, сонымен қатар жадының сапасының төмендеуіне және когнитивті ақауларға әкелесіз. Сондықтан REM ұйқысы өте маңызды және көпшілігімізге ұйқы циклінің 25 REM ұйқысы қажет. Әдетте бұл сіз 8 сағат ұйықтасаңыз, 2 сағат REM ұйқысы болады дегенді білдіреді.